Бүгінгі сабақта жаңағы екі немесе одан да көп айнымалысы бар теңдеулер жүйесін шешудің алгебралық амалдар қолдану әдісі дегенбіз. Алдыңғы сабақта біз қосу әдісін үйренгенбіз. Ал енді бүгін көбейту немесе бөлу әдістерін, қосу әдістерін бірге қолданып үйренейік. Алдыларыңызда жазылып тұрған теңдеулер жүйесінде үш айнымалысы бар. Үш теңдеуден тұратын жүйе тұр. Бұл теңдеуді ең бірінші шешер басында қосу әдісін қолданамыз. Яғни бәрін мүшелеп қосып жібереміз. Сонда бізде қарасақ, бірінші теңдеуде xy, екінші теңдеуде xy. Яғни жалпы бәрінің ішінде xy өрнегі 2 рет кездесіп тұр. xz өрнегі де 2 рет кездесіп тұр. Және yz де 2 рет кездесіп тұр. Егер мүшелеп қосатын болсақ, онда бізде мынандай өрнек шығады. 2xy, 2xz, 2yz деген шығады. Ал енді оң жағындағы тұрған өрнектерді қосатын болсақ, 8-ді минус 7-ге қоссақ 1, 1-ге 9-ды қоссақ 10 болады. Енді барлығы жұп сандар болғандықтан коэффициенттері 2-ге бөліп жіберуге болады. Сонда бізде xy плюс xz плюс yz тең 5 деген өрнек қалады. Енді осы шыққан өрнекті енді бастапқыдағы жүйедегі берілген теңдікті пайдалана отырып, екі айнымалының көбейтіндісі түріне келтіріп аламыз. Мысалы қараймыз, xy пен xz-тің қосындысы. xy пен xz-тің қосындысы 8-ге тең. Яғни біз мына қосындының орнына 8-ді қойып, 8 қосу yz тең 5 деп жазсақ болады. Жазайық. 8 қосу yz тең 5 деп жазамыз. Яғни бұл жерде yz екі айнымалыға тәуелді теңдеу шықты. Енді біз xz пен yz-ті көрейік. xz пен yz. Оның қосындысы минус 7 екен. Мына екеуінің қосындысы минус 7 болады екен. Минус 7 болса қосындысы, онда xy деп жазамыз. xy минус 7 тең 5. Екеуінің қосындысы минус 7, сонда xy қалады. Енді не қалды бізде? xy пен yz қалды. xy пен yz. Яғни ең бірінші менен ең соңғының қосындысы бізге 9-ды береді. Сонда xz қосылған 9 тең болады екен 5-ге. Мынандай жүйе алдық. Енді бұл жердегі нақты сандарды теңдіктің сол жағынан оң жағына қарай өткізейік. Сонда бізде мынандай бір теңдеу жүйесі пайда болады. yz өте мұқият болады, тең болады. 5-тен 8-ді азайтсақ минус 3-ге тең болады. Ал xy минус 7-ні плюс 7-мен екінші жаққа өткізсек 12 болады. Ал xy-ге енді xz. Ол плюс 9-ді минус 9-мен өткізсек, мынақта минус 4 болады екен. Міне мынандай екі жаңа басында қосынды еді, енді біртіндеп біз олардың санын азайтып алдық. Енді бұл жағдайда біз бұларды мүшелеп көбейтіп жібереміз. Мүшелеп көбейтіп жіберетін болсақ, бізде не пайда болады? Y 2 рет тұр, X 2 рет тұр, Z 2 рет тұр. Ендеше бізде мынандай өрнек пайда болады. X квадрат, Y квадрат, Z квадрат деген шығады. Ал мүшелеп көбейтетін болсақ, оң жағын минус 3-ті минус 4-ке көбейтсем плюс 12, плюс 12-ні 12-ке көбейтсем 144 деген сан шығады. Енді барлығында ортақ көбейткіш тұрғандықтан, оны жақша сыртына шығарып жіберсек, x, y, z-тің квадраты 144 деген шығады. Көбейтіндісі 144 болатын екі сан бар, ол минус 12 және 12. Сондықтан біз екі жағдай қарастырайық. x, y, z минус 12 болады. Бірінші жағдай, екінші жағдай, x, y, z плюс 12 болады дейік. Осы жағдайлар бойынша біз енді мүшелеп бөлуге кірісеміз. Сонымен осы өрнектің сол жағына, оң жағына мүшелеп бөлсем, сонда қараймыз. X, y, z-ті, мен жазайын анығырақ болу үшін, x, y, z-ті y, z-ке бөлсек, яғни минус 12-ні минус 3-ке бөлсек 4 болады. Енді қараймыз, y пен y, z пен z қысқарып кетеді, сонда x-тің мәні 4-ке тең екен. Осыдан
біз x тең 4 деп тауып аламыз. Енді дәл жаңағы үш өрнектің көбейтіндісін екінші теңдеуге бөлеміз. X, Y, Z-ті X, Y-ге бөлеміз. Яғни минус 12-ні минус 12-ге бөлеміз. Онда минус 1 болады. Сонда X пен X, Y пен Y қысқарады, Z-тің мәні минус 1 болады екен. Бұдан Z тең минус 1. Үшінші жаңағы шыққан X, Y, Z-ті бөлеміз X, Z-қа. Яғни минус 12-ні минус 4-ке бөлеміз 3 болады. Бұдан енді не қысқарады? X пен X, Z пен Z қысқарады екен. Y-тің мәні 3 болады екен. Y-тің мәні 3 болады. Міне. Сонда бірінші жағдайдан, мынаның бәрін мен жүйе деп қарастырып қойсам, бірінші жағдайдан X-тің мәні 4, Y-тің мәні 3, Z-тің мәні минус 1 болды. Яғни ол бір түбірі деп қарастырсақ болады. Ал екінші жағдайдан дәл жаңағыдай X, Y, Z-ті бірінші Y, Z-қа бөлеміз. Яғни 12-ні минус 3-ке бөлеміз, минус 4. Бұдан Y пен Y, Z пен Z қысқарса, X тең минус 4 деген шығады екен. Келесі X, Y, Z-ті X, Y-ге бөлеміз. 12-ні 12-ге бөлеміз, 1 шығады екен. Бұдан X пен X, Y пен Y қысқарса, Z-тің мәні 1 болады. Ең соңғысы X, Y, Z-ті X, Z-қа бөлеміз. 12-ні минус 4-ке бөлеміз, минус 3. Бұдан не шығады? X пен X, Z пен Z қысқарады, Y-тің мәні минус 3 болады. Сонымен теңдеудің шешімдерінің жұбын жазып шығайық. Сонда мен мына жаққа жазайын. Бірінші жағдайда не болды? 4, 3, минус 1. 4, 3, минус 1 болды. Ал келесісінде X-тің мәні минус 4, минус 3, плюс 1 болды. Минус 4, минус 3, плюс 1 болды. Бұл берілген теңдеудің шешімдері. Яғни X-тің, Y-тің, Z-тің мәндері. Сонда не істедік бұл жерде? Бірінші мүшелік қостық. Одан кейін барып, бірдей қосылғыштардың мәндерін орнына қоя отырып, екі өрнектің көбейтіндісі түрінде келтіріп алдық. Одан кейін олардың бәрін мүшелік көбейттік. Көбейтінді бойынша, егер бізде шарт белгілі болса, оң немесе терісін десе, онда бір-ақ жағдайын аламыз. Бұл жерде нақты бізге шарт көрсетілмегендіктен 144-тің квадрат түбірі болатын түбірдің ережесі бойынша минус 12 және плюс 12-ні екі жағдаймен жеке-жеке қарастырдық. Сонда берілген теңдеулер жүйесінің екі шешімдер жиыны болады екен.